1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күніне арналған ынтымағы жарасқан туған өлкем Қазақстан атты кураторлық сағатымызды бастаймыз. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасында 130-дан астам ұлт өкілдері мекен етеді. Бір үйдің баласындай тату-тәтті, жарасымды тіршілік кешіп келеді. Жүзі басқа болғанымен жүрегі бір, тілі басқа болғанымен тілегі бір. Мақсат мүддесі ортақ, бірлігі мықты, достығы берік. Ұлттар қазақ елінің салт-дәстүріне, ұлттық құндылықтарына құрметпен қарайды. Сондай-ақ қазақ халқының қарапайымдылығы, қонақжайлылығы, бауырмалдылығы үшін ерекше бағалайды. Бастысы өздері қоныс тепкен Қазақстан жерінің барлық ұланымен ауыз бірлікте туыс болуды көздейді. Қазақ ұлты өте қонақжайлы халық. Оның басты жейтін тағамдары бешбармақ, бауырсақ, қуырдақ және тағы басқалары. Ал сүттен жасалған тағамдарға келсек, оған сүт, сары май, қайық, құрт, шалап, шұбат, қымыз және тағы басқалар кіреді. Және де әр істі бастағаннан қазақтар бата. Маған берілген ұлт өзбек ұлты қазіргі таңда 2010 жылғы есеппен Қазақстанда 520 мыңнан астам өзбек ұлты тұрады екен. Олардың ұлттық киім-кешектеріне ерлерде жейде және шапан, әйелдерде ислам матадан жасалған көйлек және шапан киеді. Олардың бас киімдері ерлерде тақия, ал әйел адамдарда орамал болып табылады. Және өзбек халқы сүт өнімдерінен, өсімдіктен жасалған тағамдарды жақсы көреді. Және олардың сүйікті тағамдарының бірі палау болып табылады. Наурызда, 22 наурызда олар сумаляк деген тағамды жасайды. Және олардың сусыны, сүйікті сусыны көк шай болып табылады көбінде. Дәстүр бойынша олар қонақ келген кезде оған шайын шамалап қана құйып қояды, аз ғана. Яғни ол қонаққа деген өзінің сыйластығын білдіреді. Қыздар бірінші баласын дүниеге әкелгенше шаштарын ұсақ өріммен өріп жүреді екен. Бала туғаннан кейін олар егде әйелдер шашын екі өрімге өреді. Екіге бөліп өреді. Келесі халық ол хуэй халқы. Хуэй халқы ол жалпы түрік тілдес халықтарда оны қазақша тілмен дүнгендер деп атайды. Дүнгендер негізінен Қытайға туыстас халық болып есептеледі. Бірақ та олардан ең басты айырмашылығы олардың ислам дінінің ұсталуында және де ислам мәдениетіне жақын болуында. Негізінен ол Қытайда, Қазақстанда, Өзбекстанда және де Қырғызстанда өмір сүреді. Және де Қытайда өздерінің автономиялары бар. Мәдениетіне келетін болсақ, дүнгендердің ұзағынан 20 ғасырдан бері келе жатқан өздерінің мешіттері салынған. Ол Қырғызстанда Ыстықкөл жанында орналасқан. Және де олар туыстық қатынасқа ерекше көңіл бөледі. Дүнгендердің фольклоры өте бай. Қазақстанда дүнген ұлттық мәдениеті орта жұмыс істейді. Және де ұлттық музыка ансамбльдері, өнер ұжымдары бар.
Неміс халқы ол аса ұқыпты, іске тиянақты, әр сағатын тіпті әр минутын пайдалы іске жарататын, құр сөз, бос сөзді айтқанша пайдалы бір іс жасап қалайық деген іс жасап қалуды жақсы көретін халықтың бірі немістер болып табылады. Олардың мынандай бір сөзі бар екен: неғұрлым жақсы өнімді жұмыс істесек, соғұрлым жақсы демаламыз дейді екен. Күн демей, түн демей, шаршамай, талмай еңбек етеді. Және де осы Қазақстанда тұратын немістер аптаның соңғы, яғни жексенбі күнін олар ата-аналар күні деген мейрамы бар екен. Ол мейрамда не істейді? Ол жерде өздерінің жаңағы туыстарынан қайтыс болып кеткен аталары, апалары немесе жаңағы ата-аналары қайтыс болып кетсе, соның аруақтарына бағыштап, тәтті тоқаштар мен бәліштерді пісіріп, өзінің жақын туысқандарына жібереді екен. Және де осы жаз айының 24-ші жұлдызында Иванов деген күнін атап өтеді екен. Ол Иванов күнінде не істейді? Ол жерде үлкен ағаштардың барлығын алады да, жаңағы үлкен көшеге шығып, сол ағаштардың барлығын жинап, сол ағаштардың барлығын өртеп, сол оттың үстінен өздерінің деніміз сау болсын деген сияқты жақсы ниеттерін айта отырып, сол ойын сауық құрайды. Енді мен ұйғыр ұлтын айтайын. Ұйғыр ұлты ол ең бірінші қазіргі заманда 15 мың миллион адамға дейін жетеді бүкіл әлем бойынша. Және де ұйғыр ұлтында негізінде ең көп ол тағам болып келеді. Ас мәзірінде өте көп тамақтар бар. Маған берілген шешен ұлты солтүстік Кавказдың ірі этностарының бірі. Олардың дәстүрлі тағамы сүт өнімдері және көкөністер. Сонымен қатар олар мұсылман халқы болғандықтан олардың дәстүрлі мейрамдары мұсылман дінінің мейрамдарымен сәйкес келеді. Мысалға алатын болсақ, Құрбан айт, Мәулет айы дегендей. Сонымен қатар олардың ұлттық киімдері еркектердікі әскери киім, ал әйелдердікі повал деп айтады. Ол яғни мейірімділік киімі дейді. Және де олар өздерінің киімдерін, дәстүрлерін және де өздерінің халықтарына сай қылып жасаған. Сонымен қатар олардың басты ұстанымдары еркіндікті олар үшін ең маңызды. Ол Әзірбайжан ұлты. Әзірбайжан өздерінің елдері бар. Әзірбайжан ол Еуропа мен Азияның арасында орналасқан ел. Бүкіл әлемге қарасақ, Әзірбайжанда 24 миллион халқы бар. Және де егер Әзірбайжанның ұлттық мейрамдарына келсек, ол көп мейрамы қазақтармен ұқсас. Наурыз байрамы, яғни Наурыз мейрамы, және де Құрбан байрамы дейді. Егер ұлттық киімдеріне келсек, олардың ұлттық киімдері көптеген Кавказ халықтарының киімдеріне ұқсайды. Кавказ ұлты олар грузиндер. Яғни грузиндер Кавказ жеріндегі оңтүстігінде орналасқан кішігірім ұлт болып табылады. Бүкіл әлемде ол ұлт тек 1.200.000 ғана санға жетіп тұр. Оның 6.000 немесе 6.000-нан 10.000-ға дейін жуық сан Қазақстанда өмір сүреді. Бұл ұлттың негізгі айырмашылығы оларда той жасау және қонақ күту салт дәстүрі өте қатал және былайша айтқанда қатты маңыздылыққа ие болып тұр. Оған мысал келтірсек, жас жұбайлардың
тойына бір қонақ келмей қалса, ол қонақты барлық отбасымен сол той иелері жек көріп кете алады. Яғни тіпті деген ашық соғысқа дейін кетіп қалуы мүмкін бір тойдың себебінен. Сондықтан да грузин ұлты тойды өте қатты қастерлейді, және қонақжайлық оларда ең бірінші, қазақ халқы сияқты ең бірінші орында тұрады. Одан басқа бір ерекшелігі грузин ұлттарында ең басты ерекшелік, оларда әлемге танымал, әлемге емес, Азияға қатты танымал лезгинка биі болып табылады. Лезгинка биін Кавказда қатты танымал еткен осы грузин елі болып табылады. Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабым. Жаса Қазақстан, жаса менің ол елім, атқан таңдай ашық болсын ажарым. Жаса Қазақстан, жала шұртым ардағым, алтын бесік байтақ дала бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанды желбіресін байрағым. Жақын көңіл жайсаң ел қазағым, өз ұраның айтылсын өз әнің, ана тілдің айбыны асқақтап, болсын тазадың. Батыр ұлдар ел көшін бастаған, жасымасы бетебең атсын басқадан. Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта Қазақстан, жаса менің ол елім, атқан таңдай ашық болсын ажарым. Жаса Қазақстан, алаш жұртым ардағым, алтын бесік байтақ дала бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байрағым. Құрметті студенттер, осымен біздің ынтымағы жарасқан туған өлкем Қазақстан атты 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күніне арналған қашықтықтан кураторлық сағатымыз аяқталды. Барлығыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Рахмет.